тоқтамай егер әке шешеңе дұға қыла беретін болсаң, дүниеден өтіп кеткен кезде Алла әке шешеңнің мәртебесін пайғамбарлардың мәртебесіне дейін көтереді екен, ал керек болатын болса. Жәннатта 100 дәреже бар ғой, білесіздер. Ана 100-ге дейін апарады екен Алла тағала. Ана пенде өзі түсінбейді неге көтеріліп баратқан. Жәннатта да сол сұрайды ғой енді біздің чотам неге көтеріп барадық деген сияқты. Қатты биікке кеттік қой жәннаттың деген сияқты. Сонда Алла тағала айтады дейді, ұрпағыңның тоқтатпай үздіксіз қылған дұғасының арқасында осылай сені көтердік деп айтады дейді. Ана қараңыздар. Әке шешең ырза болады ғой жәннатта саған. Кім айта алады? Кепілдік бере алады. Менің балам, мен дүниеден өткеннен күніне 5 рет менің артынан дұға қылады деп біреу айта ала ма? Сен кеткеннен кейін балаңның кім болатынын білмейсің сен. Дұрыс па? Сен кеткеннен кейін балаңның кім болатынын білмейсің.